Сәлем, бұл видеода мен саған қор нарығына қатысты топ 5 кітап пен кино ұсынатын боламын. Сонымен кеттік. Бірінші кинодан бастайық. Не көрсем болады? Қор нарығы жайлы білімді жетілдіру үшін қандай кино ұсынасыз дейтін адамдар үшін ең бірінші ұсынатыным «Стать Уорреном Баффетом» дейтін кино. Бұл кинода біз өте танымал қазіргі таңдағы әлемдегі сондай аңыз инвестордың автобиографиясын қарап шығатын боламыз. Сондай-ақ бұл кісінің жаңағы инвесторлық стратегиясын, өмірбаянын, ақшаға қатысты ұстанымдарын да толыққанды осы кинодан көре аласыз. Екінші Айкон Ньютонның миллиардер дейді, яғни беспокойный миллиардер деп іздеп көрсеңіздер болады. Бұл да бізде танымал инвесторлардың бірі. Бұл кісінің да өзінің инвесторлық жаңағы стратегиясын осы кинодан көре аласыз. Мен спойлер ретінде әдейі айтып отқан жоқпын, себебі сіздер өздеріңіз көріп түсінген өте күшті болады. Келесі «Дурные деньги» деген қор нарығы жайлы кино, акцияға қатысты. Шынайы оқиға негізінде түсірілген, қарапайым адамдардың да акциялар арқылы миллиардтар пайда көре алатыны жайлы кино. Толығырақ өздеріңіз көріп шықсаңыздар болады. Және «Охотники за деньгами» деген кино Қытайдың жақында шыққан киноларының бірі. Бұл жерде біз қарапайым ғана жаңағы аналитиктер деп айтып жатамыз ғой, сондай брокерлік компаниялардың кішкене махинациялар жайлы, сондай қалай спекуляция жасайтындығы жайлы кинода жақсы көрсетілген. Бұл жерде графиктерге қатысты, қор нарығындағы акцияларға қатысты сондай жаңа терминдермен де жақсы танысатын боласыздар. Ал мына «Дурные деньги» дегенде әсіресе шорт жасау, шорт ету деген түсінікті де толығырақ қалыптастырасыз. Сондықтан киноны көрген кезде жай ғана көріп отырмай, әрбір сөздерін тыңдап, мұқият көріп отыруды ұсынамын. Келесі 5-ші кино «Уолл-стрит. Деньги не спят». Бұл жерде кинода біз нені түсінеміз? Яғни тақырып айтып тұрғандай, ақша ешқашан ұйықтамау керек екендігін түсінеміз. Мына кісінің бұрында жаңағыдай инвестициямен, акциямен айналысқан ғой, бірақ сол ақшаны қалайынан көбейтетіндігін акциялар арқылы осы кинодан көрсеңіздер болады. Спойлер жасамай қояйын, толығырақ өздеріңіз жақсылап көріп шығасыздар. Бұл топ 5 кино болатын. Мен жаңағыдай жанама немесе басқа бір ақшаға қатысты киноларды айтып отқан жоқпын. Тек қана осы қор нарығы акцияларға қатысты 5 киноны айттым. Енді кітап. Бірінші Вавилондағы ең бай адам. Жалпы инвестиция түсінігіне ең алғашқы әліппені қалыптастыратын кітап десек болады. Келесі «Правила богатой бабушки». Корейский кітап. Дорама секілді жазылған, солай оқылады да тіпті. Жаңағы менің сіздерге айтқаным бар еді ғой, қартайғанда богатая бабушка болғым келеді деген, тура сол секілді осы мақсатты маған ойыма салған кітап. Келесі, жалпы осы кітапқа қатысты бір нәрсе айта кетейінші. «Правила богатой бабушкида» декреттен инвестициямен айналысуды шешкен адамның оқиғасы келтіріледі. «Ақылды инвестор» кітабы, бірден айта кетейін, егер сіз инвестицияға қатысты жаңағы біліміңіз жоқ болатын болса, бұл кітапты оқу ауырға тиеді. Себебі белгілі бір білімді алып болғаннан кейін ғана осы «Ақылды инвестор» кітабын алып оқитын болсаңыз, сонда жақсырақ түсініктірек болады. Себебі кейбір сөздерді, терминдерді түсінбеуіңіз мүмкін. 700 беттік ондай қалың үлкен кітап. Міндетті түрде бірақ әрбір инвестор оқып шыққан кітап болып есептелінеді. Және «Инвестиция на пальцах» дейтін кітап, жұқа ғана кішкентай ғана кітап. Бұл кішкентай кітапта бірақ инвестицияға қатысты сондай алғашқы әліппе білімдер көрсетілген. Және «Правила инвестирования Уоррена Баффета». Жаңа мен сізге ең бірінші Уоррен Баффет туралы киномен ұсындым ғой, енді осы кісінің кітабын да ұсынғым келеді. Яғни бұл кісінің инвестиция жасау қағидалары, қалай қайтып сатып алады акцияларды, толығырақ осы кітаптан оқып шыға аласыздар. Қайырлы білім болсын.